Құдайға рахмет айтамын. Мен сен немене мәз болып жүрсің? Екі аузынан езу жиналмайды. Ешті айтады. Бірақ сіздер білуіңіз керек. Қуаныш ол әрқашанда болу керек. Мен сіздерге бір айтайын, негізінде мәсіхшілік қазір анау бизнес болып кеткен. Бизнес білесіздер ме? Бизнес деген ақшамен болып кеткен. Сондықтан Құдайдың арқасында, Құдайдың рақымымен мен Иерусалимде болдым. Мына осы жерде болдым. Бір рет емес, екі рет болдым. Кіресің, енді бір нәрсе әсер еткің келді, әсер ете алмайсың түкті. Енді өйткені сен күнде әсер етуің керексің. Тек қана сол жерде ғана емес. Айғыз ағаштар жоқ. Айғыз ағаштар басқа жерде, ол жерде кішкене мусор бар. Бірақ ол жерде екі мазар бар, екі бейіт бар. Екі немене? Түсінікті ғой, екі, біреу емес, екеу бар. Сонда қайсысына сенуге болады, анау ма, мынау ма деген сияқты. Оны мәсіхшілер бүкіл дүние біледі, сенбеушілер де біледі. Сондықтан біз бір затқа, бір жерге байланып қалмауымыз керек. Біздің рухымыз тірілу керек. Рухымыз тірілгенде, соны түсінгенде бізде кәдімгідей қуаныш болады. Сен еш нәрсе жаңағы тартып алмайды сізден. Жаңағы қиындық болсын, ауыртпашылық болсын, ауру болсын, жоқшылық болсын, ол тартып алмайды. Бар ма жоқ па, өйткені сіздің рухыңызда ол, яғни Иса Мәсіх өмір сүріп жатыр. Иса Мәсіх жерде болғанда Құдай онымен бірге болды дейді. Құдай онымен бірге жүрді дейді. Яғни ол адам болды, бірақ Құдаймен қарым-қатынас болды. Яғни осындай үлкен ғимарат болған ғой, сөйлемей салған. Соның қирап тастады олар мойынсұнбағандықтан. Содан кейін тағы да иіріп салды. Онда соның кейін қирап тастады. Иса Мәсіх аспан кеткен 70 жылдан кейін. Сол ғимаратта, үлкен ғимаратта Құдайдың рухы келетін. Діни қызметкер жаңағы не береді, құрбандық береді. Сол жерде соны құрбандықты Құдай алады, содан кейін қуаныш келеді. Адамдар бәрі қуанады кәдімгідей. Бүкіл адам, Неемияның кітабын осы жақында бітірдім оқып, сол жерде кәдімгідей үйді салғанда кәдімгідей құрбандық бергенде қуанады бәрі. Қуанып, қатты қуанады. Өйткені кітапта жаңа келісімде де солай қуаныш. Өйткені егерде қуаныш болмаса, мен сұрақ қоямын, неге менде қуаныш жоқ? Неге қуаныш жоқ? Мен қуанғым келеді. Өйткені мен қалай адамдарға із хабарды жеткіземін? Оларға қуанышты хабарды апаруым керек қой. Дұрыс келісесіздер ғой. Қуанышты хабарды апаруым керек. Өйткені үміт, жаңа айтқанда, үмітті апаруым керек. Сенімді апаруым керек. Жаңағы мәңгі өмірді апаруым керек Құдай берген бізге, сонымен таныстыруым керек. Аллилуйя. Сон міне Матай жазған хабар 28 тарау 18 аятты оқиық. Содан кейін мен ары қарай жалғастырамын. Яғни ол барлығы Иса Мәсіхтің тірілуімен байланысты. Бүгін бүкіл әлем құтқарылу мейрамын тойлап жатыр. Барлық тілдерде, барлық ұлттар, жаңағы кейбіреулерінде киелі кітапта жоқ қазір оларда. Киелі кітапта жоқ. Олар бірақ Құдайды мадақтап жатыр, тірілді деп. Иса қастарына таяу келіп былай деді: маған көк пен жердің бүкіл билігі берілген. Сондықтан барлық халықтарға барыңдар. Оларды менің шәкірттерім етіп, Құдай әкенің, рухани ұлын және киелі рухының атымен шомылды рәсімін өткізіңдер. Әр сендерге өсиет өткендерін бәрін де ұстануға үйретіңдер. Естерінде болсын, мен бұл дүниенің ақыр соңына дейін әр күні өздерімен бірге болып сендерге жар боламын. Амин. Аллилуйя. Иса қастарына таяу келіп былай деді. Арғата біз оқымай қойық, осы жерде қалайық. Қайдан келді Иса? Аспаннан келген жоқ. Осы жерде қайдан келді ол? Ана жерден келді. Қабірден шықты ғой. Яғни өлімді жеңіп шықты ғой. Келді дейді. Қайдан келді? Өлімді жеңіп келді деп отыр. Егерде біз сол туралы көп ойласақ, қазір бір 20 минут ойласақ, 20 минут туралы солай сөйлесек, мен айтамын, сөздеріміз жетеді деп ойлаймын. Қайдан келді? Өлімді жеңіп келген ғой. Қайтпайтын жақтан келген ғой. Көрден келген ғой, көрден. Лазар 4 күн иістеніп кеткен. 3 күн жатқан. Еміз Иса 3 күн жатқан. Иістенді ме, иістенген жоқ па?
қалай істенген жоқ? Әрине істенеді, қысқсын ғой. Ол өйткен бальзам болсын, не болсын, бәрібір де өліп қалды ғой. Бәрі өліп қалды. Почка істемейді, бүйрек істемейді, жүрек, қан жүрмейді. Түсінесің бе? Қанша бәуде иіс шығады ғой, сендер қызықсыңдар ғой, қызықсыңдар. Ол қайдан келді ол? Көрден келді емес пе? Көрден келді. Қараңыздар, Иса Мәсіх шәкірттер тұр, Иса Мәсіх келе жатыр. Дың деп бүйтіп. Қайдан келді? Бірақ 3 рет кездесті. Сонда да олар сенбеді ғой. Қараңыздар, адам баласы деген қандай. 3 рет кездесті. 3 рет кездескенде қайта-қайта сенбей қояды адамдар. Шәкірттер сенбей қояды. Сондықтан мен уайымдамаймын, егер де сіздерге ашылмаса, маған ашылмаса, ол нормально. Егер де қуанышты болмаса, ашылмай жатыр деп мойындау керек екен. Түсінікті ғой? Мен өзім солай мойындаймын. Ашылмай жатса, қуанбасам, ашылмай жатыр. Значит, ашылмай жатыр. Шәкірттеріне де ашылмай жатыр. Уа, аллилуйя деп қуанып, секіріп, билеп, ол жақсы. Бірақ енді біз күнде қуанымыз керек қой, үйде қуанымыз керек қой, автобуста қуанымыз керек, яғни жүрген жерімізде қуанымыз керек. Қай жерде болсын да қуанымыз керек. Келісесіздер ме, келіспейсіздер ме? Өйткені сіздер біз жарықпыз, біз хатпыз, Иса Мәсіхтің хатымыз, кітаппыз. Бізді алып оқиды. Мына сен үшін оқишы деп, что-то постоянно грустный болып жүр, постоянно немене көңіл күйі жоқ. Қанша жыл болды сен Иса Мәсіхке сүйренгенің? 10 жыл болды. Мәсі, саған әлі өзгерген жоқсың ба сонда? Енді неге қуанмайсың? Сендер қуанышты хабар ғой. Қалай қуанам, қуанышты хабар ашылмай жатса? Сонда қараңыздар, қайдан келді? Келді дейді. Осы жерде кім Матай жазып отыр? Келді дейді. Өте маңызды сөз. Келді. Қайдан келді? Түсінуіміз керек бізге. Бізге ашылу керек, біз айтуымыз керек. Иса Мәсіх қайдан келді? Ол өлімді жеңіп келді. Ол көрді жеңіп келді. Ол шайтанды жеңіп келді. Ол тарихта болмаған нәрсе. Ол физикалық күштердің бәрін жеңіп шықты. Кәдімгі жаңа біз мәштемен келе жатқанда әңгімеден әңгіме шығып, бір жерде жазылған екен, бір 4 ісқа бар ғой, жаңағы несін, матасын жинақ қойып қойыпты. Жинақ қойып қойыпты. Иса Мәсіх тірілгеннен кейін алып жинап шыққан ғой, үйден шыққан ғой, бас спальныйдан. Негізінен спальня ғой, білесіздер ғой. Сол неге ол жиналды? Ол сол қазір маған айтты әйелім. Өйткені еврейлердің несінде бойынша, яғни ол қайтып келеді деген мағына білдіреді екен. Жинақ қойды ма, қайтып келеді екен. Оны сіз интернеттен тауып аласыздар. Ол рас. Көрдім, жинақ қойып қойды да, содан кейін бізге ашылу керек. Ол қайдан келді? Қайдан келді? Ол өлімді жеңіп келді. Ол жаңағы қайғыны жеңіп келді. Бәрін жеңіп келді ғой. Сондықтан айтады, енді қуаныңдар дейді. Қуаныңдар, барыңдар, менде билік бар. Мен сендерге сондай билік бердім. Енді сендер барып айтыңдар, шәкірт жасаңдар дейді. Бірақ ең бастысы бұруымыз керек, бізге бұруымыз керек. Егер де біз оның қайдан келгенін білмесек, Иса қайдан келді? Иса аспаннан келді, дұрыс, келу Мариямнан туылып, жер бетінде кәдімгідей адам болып өмір сүрді. Кәдімгідей барлық қиындықтарды көрді. Қазір мен соған байланысты бір аятты берем. Өйткені қалай біз Иса Мәсіх сияқты өмір сүре аламыз? Сол сұраққа біз жауап алуымыз керек. Егер де сол ашылмаса, біз онда шәкірт бола алмаймыз, шәкірт жасай алмаймыз. Жаңағы бизнес болып кетеді, жаңағы мына жердегі 2 хабар. 3-шін салайын деп жатыр негізінде. Бүкіл әлем біледі, сенушілер біледі, сіздер түсінуіңіз керексіздер. Иса Мәсіх қайдан келді, соны білуіміз керек. Егер ол ашылмаса, ол бизнес болып кетеді өмірімізде. Түсінікті ғой? Және сен білмесен, арғата қуана алмайсың. Қуаныштың негізі болмайды. Bir күні жауап берсе дұғаға, екінші күні жауап бермейді. Сон сен дұғаға жауап алсаң қуанасың, дұғаға жауап алмасаң қуанбайсың. Біріне қол жеткізсең жеттің, жеткізбесең жарайды болды. Кергөзде сенушілер айтады, мә саған мен таңғалам, сені Құдай қатты жақсы көреді ғой дейді. Мен айтам, неге десем, білмеймін, айтып, сені қатты жақсы көреді дейді. Мен айтам, сені қатты жақсы көреді деп. Сенде 2 үй бар, машина бар,
жұмысым бәрі жақсы, ақша деген жетеді. Қалай сені жақсы көрмейді? Жоқ, ол емес, сені қатты жақсы көреді. Бәрімізді жақсы көреді. Айтыңыз, көрсіңіз, Құдай сені де жақсы көреді, бәрімізді. Бәріміз сүйеді. Ол біз салыстырамыз адам өзімізді басқа біреулермен. Ой, ананы қатты жақсы көреді, мынаны жақсы көреді, анау жақсы айтады, мынау жақсы киінеді, мынау мінезі мынандай. Біз салыстырамыз. Салыстырып керек емес. Иса Мәсіх барлығымыз үшін өлді. Аумин. Барлығымызға ол жаңағы бірдей беріп отыр барлық нәрсені. О, кетті ағамыз. Қалбек, қойылпай қой. Түс көрпайын көріп, Құдай жарылқасын. Сол біздің қуанышымызды ешкім еш нәрсе тартып алмау керек, бауырластар. Келсесіздер ғой? Ешкім еш нәрсе тартып алмайды. Неге? Өйткені біз білеміз, Иса Мәсіх қайдан келді ол? Қайдан келді? Егер де бізге сұраса, сізден сұраса, біз айта аламыз, Иса Мәсіх қайдан келді? Ол өлімді жеңіп келді. Аллилуйя. Ол жаңағы Құдайдың қарғысын алды. Құдайдың біздің жоқшылығымызды алды. Бишара, біз жоқ, өлген едік. Жоқ едік. Бірақ Құдай өзінің сүйіспеншілігі арқылы біз жер бетіне келіп, кәдімгідей өмір сүрді. Оны ешкім түсінген жоқ Иса Мәсіхті. Бірақ ол ешкімге де ренжіген жоқ. Ол кәдімгідей өзінің мақсатын білді. Неге? Өйткені ол білді қайдан келгенін. Аумин. Жохан жазған хабарда мен білдім дейді қайдан келетінді. А сендер білмейсіңдер қайдан келгенін қалған деп. Естеріңізде ғой, айтып еді ғой, қайдан келдің сен? Әкең қайда деп қайта-қайта сұрақ қойып еді. Сонда біз содан үйренуіміз керек. Мен қайдан келдім? Мен өзім жаңағы Иса Мәсіх арқылы мені құтқарып алды. Иса Мәсіх маған өмір берді, маған ол мақсат берді, ол жолымды ашып берді. Яғни ең үлкен жаңағы шақырылу, призвание дейді, шақыру деген ол жаңағы Құдай танып білу. Екі нәрсе өте маңызды Мәсіхшінің өмірінде. Бірінші жаңағы сенімге келу, екінші оны танып білуге күш салу. Көп адамдар, сенушілер, кім болсын, тарихта біз білеміз. Мен білемін, енді оқығаным бар. Өйткені адамдар құтқарылады, бірақ екінші қадам жасамайды. Екінші қадам Құдайды танып білу керек. Сол Құдайды танып білуге күш салмағандықтан адамдарда қуаныш болмайды, жеміс болмайды. Өйткені міне жаңағы сену деген жаңағы біз қайтадан туылу деп айтамыз ғой. Дүниеге бала келгенде бәріміз қуанамыз ғой енді. Біреу келгенде қуанамыз ғой енді. Қуандық қой, сіздерге қуанды, әке-шешелеріңіз қуанды. Бірақ содан кейін уақыт өткен сайын қуанышымыз кете бастайды. Ана бала енді проблема келе бастайды. Дұрыс қой, нормально дүниеге. Дәл сол сияқты Иса Мәсіхке біз келгенде біз сендік, біз туылдық, бірақ уақыт өскен сайын бізде кәдімдей жауапкершілік пайда бола бастайды. Яғни Құдайды танып, қуаныңдар дейді. Неге мен қуана алмаймын? Мені адамдар сүймейді, маған адамдар қарсы шығады. Ол сенің өмірін, кектеп айтады, ол сенің тағдырын, жақсы тағдырын. Адамдар сендерді қабылдамауы мүмкін. Ешкімнен еш нәрсе күтіп керек емес. Дәметпеу керек. Яғни саған керек нәрсе, маған керек нәрсе, сізге керек нәрсе, ол Иса Мәсіх, ол біздің өмірімізде бар, тірілді. Аумин. Аллилуйя. Енді жаңағы бұл жаңағы аят келді деген. О бекер жазған жоқ, жазбауға да болар еді. Бірақ Матай әдей жазып отыр, өйткені ол келді. Ол жаңағы өзінен келген жоқ, балықтан келген жоқ, ол кәдімдей көрден келіп отыр, көрден келіп қастарына келіп қарап бүйтіп. Міне мен тірімін. Мен сендерге тапсырма беріп отырмын. Мен сендермен бірге боламын. Өмірдің аяғына дейін. Сендерді ешкім жиналмайды. Сендерді қуаныштан ешкім тартып алмайды. Қалай ашылады? Осы қалай ашылады қазір? Бірінші Коринттар 5-ші, 4-ші, Еврейлерге арналған хат, 4-ші тарау, 2, бірден оқи салайық онда, бірден үшкен.
Құдайдың шынайы тыныштық сыйлайтын елге кіргізу жайлы уәдесі әлі де күшінде. Сол себепті бірде біреуінің осы мүмкіндікті жіберіп алмаулары үшін сақ болайық дейді. Ата бабаларымыз сияқты бізде Құдайдың сыйлайтын тыныштығы туралы уәдесін естідік. Олар бұл хабарды сеніммен қабылдамай, тек естіп қана қоя салғандықтан оның пайдасын көрмеді. Ал сенімімізді мәсікке артқан біздер уәде етілген тыныштықты иемденеміз. Амин. Уәдесі әлі күшінде тыныш туралы естідік. Жаңағы тыныштықты иемденеміз. Яғни күш салғанда, мына жерде айтып тұр да, олар сеніммен қабылдамай, тек естіп қана қойды дейді. Көрдіңіздер ме? Тыныштық және қуанышпен бірге жүретін не ғой, қасиет қой, екеуі бірге жүреді. Тыныштық деген ең үлкен керек нәрсе. Жарайды, біз кейбір кезде қуаныштымызды жоғалтып аламыз, яғни қиын мәселелер болғанда біреуді жоғалтып аласың, бірақ тыныштық, ол әрқашанда біздің жүрегімізде бар, ол ішімізде. Ол тыныштықтың Құдайы, Құдай біздің ішімізде, жүрегімізде. Енді қараңыздар, мына жерде айтып отыр, ата бабаларымыз жаңағы шықты ғой, Ешуа пайғамбар алып шықты, жаңағы уәделенген жерден аңшықтан алып шықты ғой. Олардың бәрі кірген жоқ. Неге кірген жоқ? Өйткені оларда сенім болмады. Сенім болмады. Яғни жаңа айтып отырмын ғой, қайтадан туылғанда сен қуанасың, жақсы, дұрыс, бірақ ол бірінші қадам. Екінші қадам ол кәдімгідей сен сенім артып, яғни баспалдақпен көтерілуің керексің. Яғни Құдайды танып, мынандай кедергілер болады. Кедергілі міндетті болды. Өтің көресің, кедергісіз болмайды екен. Сол өте маңызды. Осы нәрсені біз білуіміз керек. Тыныштық біздің жүрегімізде бар. Сол тыныштықты енді қайнар көзін бізге ашылуымыз керек. Ол қалай ашылады? Қалай ашылады? Оны Құдайдың сөзі арқылы. Мысалы, киелі тек қана киелі кітап қана бізге тыныштық береді. Киелі кітапты түсінгенде, киелі кітапқа күш салғанда, киелі кітапты ойлағанда, жаңағы яхудилер, еврейлер шықты ғой, олар қатты қуанды. Мәриям биледі, естеріңізде ғой, билеп, бәрі қуанып, анау Мысырдың әскері суға батып кетті, өлең шығарды, жыр жазды, бәрі керемет болды. Бірақ ол бірінші қадам ғана болған. Бірінші қадам. Екінші қадам, яғни жаңағы Құдайдың сөзіне көңіл бөлу керек екен. Яғни Құдайдың өзіне көңіл бөлу керек екен. Өйткені олар құл болды ғой. Біз де осы жерде отырған барлығымыз құл болғанбыз. Аллилуйя деп қойсаңыздар. Бәріміз құл болғанбыз. Бәріміз құл болдық. Күнәнің құлында болдық қой. Балалар да болды. Кешір енді Арслан, сен бәрі ашылу керек бәрі, короче. Ол ашылмаса, ол кәдімгідей дін сияқты болып қалады. Ол кәдімгідей дінге айналу қиын емес. Қауымға келдің, кеттің, кітапты оқыдың, бірақ түсінбейсің немен ашылғанын қалай. Яғни толық Иса Мәсіхтің өліп тірілгені жаңағы соның рахатына кіре алмайсың. Міне қайда жатыр. Сондықтан осы жерде осы сөз өте маңызды. Олар сеніммен қабылдамай дейді. Сеніммен қабылданacak. Олар сеніммен қабылдамай. Қазір мен оқып берейін. Сеніммен қабылдамай деген қалай түсінуге болады тағы да? Сеніммен қабылдамай деген қалай түсінуге болады тағы да? Күмәнданды. Көрді, кереметтерді көрді олар, бірақ содан кейін күмәнданды. Содан кейін тағы да қандай немене болды? Күңкілдеді. Содан кейін тағы да не болады? Сеніммен қабылдау деген мағынасы. Шағымданды. Терең жүрегіне жіберген жоқ Құдайдың сөзін. Жіберген жоқ, жүрегіне жіберген жоқ. Яғни жаңағы сөзді, мысалы, шайға қант салмасан тәтті болмайды ғой, сүтсіз сен кейбіреу сүтпен ішеді ғой, бір шайды былай майын қойып араластырып жүрсің, майын кәдімгі ішесің, кетеді. Мына жерде мынандай сөз бар да, араластырмады. Яғни Құдайдың сөзін өзінің өміріне араластырмады.
Міне мәселе бізде жатқан осы нәрсе. Қуырдаққа тұз салмасан, қандай жақсы ет болсын, сен дәм болмайды ғой, жемейсің ғой. Фу деп. Жек көріңіз, жемейсіз. Егер де Құдайдың сөзі біздің жүрегімізден орын алмаса, ешқандай пайдасы болмайды екен негізінде, бауырластар. Иса Мәсіхтің өліп тірілгенінен де пайда жоқ деп отыр кітапта. Түсініп отырсыздар ма? Тыңдап отырсыздар ма? Иса Мәсіхтің өліп тірілгенінен де пайда болмайды, егер де Құдайдың сөзін ішке жібермесек, араластырмасақ, ойламасақ, яғни құрмет көрсетпесек. Құрмет көрсетпеді дейді. Яғни сенбеу деген Құдайдың ісіне құрмет көрсетпеу деген білдіреді. Просто құрмет көрсетпейсің сен. Просто айтасың, менің жүрегіме жатпай жатыр, кірмей жатыр, мен түсінбеймін, қалай ол тірілді. Ол саған тірілген шығар, бірақ маған тірілген жоқ. Сені жақсы көреді шығар деп айтады, мені жақсы көрмейді деген сияқты. Сөйтіп айтады адамдар, сенушілер. Оны көрмесін, сонда адам құтқарылды, бірақ ары қарай жіберген жоқ та өзінің ішіне. Сондықтан олар тыныштыққа ие болмай қалды. Көрме? Егер де бізде жүрегімізде тыныштық болмаса, қиын өмір сүру. Келісесіздер ғой? Қиын, вообще мүмкін емес өмір сүру. Жүрегінде тыныштық жоқ. Тыныштық деген ол кәдімгідей ол Құдайдың сенің бойында екенін білу деген сөз. Бір ұлы ғұлама сенушілер, қауымның тарихындағы адамдар айтады, тыныштық деген сен оны кәдімгідей сезесің дейді. Сондай неге дейін барасың дейді. Көресің бе? Ол андай емес, бір тітіркеніп кетесің ғой, бүйтіп, сенушілер айтады, дрожь пошла деп. Мен өскемінде оғанда, мен оған сенбеймін, пошла, не пошла. Енді тұрасы қарап жарайды, пошла. А ертең не пошла, ертеңде не пошла. Бүгін пошла, ертең не пошла. Сөйтіп жүреді, міне кетті. Жоқ, тыныштық деген ол сенің ішінде, яғни ол сенің жанына, сенің эмоцияна, сенің денене, сенің санана әсер етеді. Көріңіз бе қандай? Керек болса, сумен де жүре аласыз. Керек болса, тауды да қозғалта аласыз. Қуанышты хабар айтайын. Осы жақында Давид Қасаби деген кісі қазір уағыз айтып жатыр неде. Кеше біз кездескенбіз. Сол кісіге айттым, ол уағыз айтқан өткенде 2 ай бұрын ба, 3 ай бұрын айтты. Сіз айтып едіңіз ғой, түрмеде отырғанда Марко Полоның кітабын оқыпты. Сол жерде жаңағы неде, осы біздің жерімізде Хубилай хан мен Марко Поло екеуі кетіп бара жатпай ма енді, не жаққа қарай серуендеп. Сенушілерді кездесіпті. Білмеймін, қазақтар ғой, деп айтты сөйтіп, наймандар ма біреу деп. Содан кейін, сіз оқыдыңыз ба дедім. Олай оқыдым дейді, ағылшынша оқыдым дейді. Өйткені мен түрмеде кітап болған жоқ, маған көмектесті дейді. Мен ол кісіден 3 рет сұрадым, бүгін кешегі тағы да кездестім. Сол кітапты маған тауып беріңізші, мен өзім іздедім, табылмай қойдым. Ағылшынша жазылған ғой, қазақшасында, орысшасында жоқ. Содан кейін енді JTPT ме? Аман болсын. JTPT ме? MTPT. Маған мынандай сұрақ керек, тауып берші. Тауып берді. Сондай болған екен. Тауды көтерген екен. Кәдімдей жаңағы айтқан, егер де сендердің сенімдерін осы керемет кұртойсыңдар ма, сендер Иса Мәсіх өлімнен тірілді ме? Сондай уақыт келді келешекте. Иса Мәсіх точно тірілді ме, Қалыбек? Қазір, сондай жағдай болды, қазір емес енді. Точно тірілді ме? Точно тірілді. Шынымен айтасың ба? Шынымен айтам. Иса Мәсіх тірілді. Айтшы, Иса Мәсіх тірілді. Қазір, егер де мына адам тірілтпесең, сон көремін, тірілді ме, тірілмеді ме? Сондайлар, мен достарым бар, сондай болған негізінде. Ана кісілер дәл сондай жағдайда болған ғой. Содан кейін бәрі дұға етпей ме? 3 күн уақыт берем дейді. Егер тауды көтермесеңдер, бітті, сау бол, ауыл жоқ, Қаскелен. Білмеймін, Шемалған ба, Қаскелен ба, бір жер ғой, көзір. Соны аналар бәрі тыпырлап дұға етпей ме? Дұға еді, ақырында ешкім ете алмайды. Бір ана тігінші бар ғой, аяқ тігетін. Сон тауыпты. Айтты енді, сен киелісің ғой, киелі адамсың ғой, сен дұға ет енді. Үмітіміз тек қана санда деп. Соның келген сол кісі көтерген екен. Айтқан, Иса Мәсіхтің атымен дұға еттім. Тау көтерілсін деген ғой, көтерілген ғой. Соны кейін
ана Хубилай Марко Полоға айтқан, Ватиканға барып, екі мұғалім жіберсін, бізді үйретсін деп. Осы сенімге. Іздеген табат. Яғни Иса Мәсіх шынымен тірілсе, мен ізденістемін ғой. Іздесең, Құдай саған бере береді. Сен сенімді өсіре береді. Сен қуанышын өсіре береді. Егер сенің қуаныш тыныштығың болмаса, ол өспейді. Ол киелі кітап арқылы өседі. Аумин. Сен егер де киелі кітапқа көңіл бөлсең, яғни киелі кітапқа құрмет көрсетсең, негізінде сену деген ол құрмет көрсету дегенді білдіреді. Ол сену деген ол тек қана қол көтеріп өлең айту емес, немесе мадақтап, не уағыз айту емес. Сенім деген ол құрмет көрсетті. Яғни Құдайды бағалап қорықты деген мағынаны білдіреді. Қорқасың сен. Көрдің бе? Аллилуйя. Егер де мені, сізді, әрқайсымызды Иса Мәсіх ана жаңағы Мысыр елінен алып шықса, онда сен шынымен азат адамсың. Күнәнің құлдығында емессің. Жаңағы қасарысып қалды ғой мына иудейлер. Қасарысып, қарсы тұрып, құрмет көрсетпеді ғой, соны кейін айтты, сендер кірмейсіңдер мына жерге деді. Кірмейсіңдер. Біздің жағдайда мына айтады. Егер де сен жаңағы сеніммен қабылдамасаң, сеніммен жүрмесең, сенің жүрегіңде тоже тыныштық болмайды, қуаныш болмайды. Қалай соны кейін мысалы бізге айтады Аружан, қуанбайсыздар ма, қуанбайсыздар ма? Қалай біз қуанамыз егер де жүректе тыныштық болмаса, или жаңағы негіз болмаса, шын ғой енді келісу керек қой енді. Точно айту керек. Менде қуаныш жоқ қазір. Братья, сестры деп. Жағдай Жапония деп айтады ғой керімізде. Сенбеуші кезінде мен сөйтіп айтатынмын. Мен қалым сұрағанда. Вокзалда тұрамын ғой. Қалың қалай десе, жағдай қалай десе, жағдай Japanese деп айтамын. Енді депрессия деп оны Japanese, Жапония деп айтасың сөйтіп айтамын. Қазір Жапония емес. Қазір қалай айту керек? Иса тірілді. Иса тірілді. Иса менің бойымда. Аллилуйя. Өткен өмірмен өмір сүруге болмайды. Қазіргі өмірмен өмір сүру керек. Амин. Аллилуйя. Енді қараңыздар, осы жерде жазылып тұр да, екі нәрсе істеу керек тыныштық болу үшін. 12-ші аятта жазылған. Себебі Құдайдың сөзі тірі, әсерді күшті, ол екі жүзді семсерден қайсынан да өткір дейді. Құдай өз сөзі бойымызға терең еніп, жан мен рухты айырып, буын мен жұлынға жеткен іспетті, жүрегіміздің түкпіріндегі ой ниетімізді әшкерлеп бағалайды. Амин. 4:12 жаңағы. Яғни сөзге біз көңіл бөлуіміз керек. Сөз ол кеседі бізді. Сөз ол бізді әшкерлейді. Ана буынмай сүйекке дейін барады деп айтады. Сүйекке барғанда қиналасың. Яғни егерде мәселе болып жүрсе, сен мойындайсың, Құдайға келесің. Былай ғой, короче, былай. Неге біз киелі кітапты оқуымыз керек, мен сіздерге айтайын. Қуаныш пен тыныштық болмаса, киелі кітапты оқуымыз керек. До того солай оқуымыз керек, что бізде кәдімгідей әшкерлеу керек. Әшкерлеу келеді ғой. Содан кейін ол кішкене операция болады, қиын болады негізінде. Бірақ содан кейін сен Құдайдың сөзі әсер еткенде, ана рухына сүйек, мына жерде жазылып тұр ғой, сүйек, май жазылып тұр ғой, жұлын, ол барлығы жандікі, ол рухқа келу керек. Түсінікті ғой, анам бәрін өтіп, рухқа келу керек. Рухқа өткенде, рух пен рух кездескенде, кәдімгідей бізде бомба болады, атылады, короче. Яғни соған жеткен. Сондықтан анаған кіріп жету керек. Біздің санамыздан өтіп, біздің буын майымызға, біздің түсінесіздер ғой, мен айтып отырмын. Біздің рухымызға тірелу керек. Рухымызда кездесу керек. Құдайдың киелі рухы. Сонда ғана қуаныш пен тыныштық болады. Соған дейін оқу керек. Соған дейін ораза ұстау керек. Соған дейін кәдімгідей мақсат қою керек. Сонда ғана жай ғана ораза емес, жай ғана киелі кітап емес, жай ғана уағыз айту емес. Менде қуаныш тыныштық жоқ па? Онда мен Құдайдың сөзін сонша оқимын, ол маған әсер етсін. Аллилуйя. Әсер еткенген дейін оқимын. Сонда тыныштық болады. Аллилуйя. Бірінші. Екінші енді айтып отырды. Енді жарайды, ол киелі кітап қой, ол киелі кітап ол оны киелі рух тірілтеді бізге. Айтады да, 14-ші аятта дейді. Сонымен сенімімізді берік ұстанып, оны тапжылмастан мойындайық дейді. Мойындайық дегенде, яғни айтады, жариялауымыз керек. Мойындау деген мына жерде жалғыз ғана сөз осы жаңа келісімде. Провозглашать дейді. Ағылшынша қалай бір? Ағылшынша қалай түседі?
Иә. Именно соны жариялауымыз керек. Мен Иса Мәсіхте кешірілдім. Иса Мәсіх менің тәңірім. Иса Мәсіх менің жүретін жолым. Иса Мәсіх менің наным. Иса Мәсіх мені ешқашан да тастамайды. Жалғыз қалдырмайды. Яғни сөйтіп жариялап, айтып отыру керек. Күнәні мойындау емес мына жерде. Күнәні мойындау деп айтып отырған жоқ. Көбінесе күнәні мойындау деп айтып отыр. Мына жерде сен жариялап айтуың керексің. Айта беруің керексің. Мен Құдайдың ұлымын. 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 Мен Құдайдың қызымын. Сол бізге әсер етті. Өйткені бізді қанша жылдар бойы басымызға күйіп салған ғой. Сен топассың, басың істемейді, аяғың басқа жерден шыққан, шашың өспейді, көзің көрмейді, құлақ естімейді. Сен не келді? Ешкім емессің. Орысша жазады, дебен кәдімгі бізді айтып салған ғой. Біз сонымен жүреміз. Мына жаңағы кімдер, яһудилер шықты ғой. Неден? Олар құтқарылды, бірақ олар ойларын өзгерткен жоқ. Сенімен араластырған жоқ өзі, Құдайдың өзінің өмірлерін. Көрдіңіздер ме? Сондықтан дәп-дәл яһудилер, қазіргі сенушілерде сондай болуы мүмкін. Дұрыс қой, келісесіздер ғой, Сондықтан сөзге біз көңіл бөлуіміз керек. Мына жерде айтады, ол бізге жаны ашымайтын, осал жақтарымызды түсінбейтін діни қызметкер емес, қайта өзіміз сияқты әр түрлі сынақтан өтіп көрді. Бірақ ешқашан күнә жасаған жоқ. Ендеше рахымы мол Құдайдың тағына нық сенімді жақындап өтініштерімізді білдірейік. Осы көмекке мұқтаж кездерімізде оның мейірімділігі мен рахымына ие боламыз. Аллилуйя. Аллилуйя. Бәрі түсінікті. Егерде тыныштық, қуаныш алғыңыз келсе, жарайды, ана еврейлер алмады ғой. Енді айтады, жарайды, сендерге жазылып отыр ғой. Менде қуаныш, тыныштық жоқ. Егерде осы нәрсені алғың келсе, бірінші не? Жаңа Құдайдың сөзіне көңіл бөл. Аумин. 4:12. Көңіл бөл. Оқы, жатта. Бұлай жыртып жейсің бе? Өзін бірдеме істей айтыр. Сен ішіне кірсін. Бұрын пайғамбарларға жегізген же деп. Кәдімгі қағаз жеген ғой, пергамент жеген. Құдайдың сөзі. Екінші, Иса Мәсіхке уақыт бөлу керек, оған келу керек, оған дұға ету керек, сыйыну керек. Амин. Егер осы екі нәрсені істесек, бізде тыныштық пен қуаныш болады. Аллилуйя. Өйткені келді деп айтады, болады дейді. Өйткені ол да сондай сынақтан өткен. Кім сынақтан өтіп жатыр? Біз барымыз сынақтан өтеміз. Кімде түсінбеушілік болып жатыр? Бәрімізде түсінбеушілік бар. Кімге бір нәрсе ашылмай жатыр? Ол да бар. Келсеңіздер ғой? Бар ғой. Бірақ айтады, Иса Мәсіх ашып береді. Оның жаны ашиды бізге. Қатты ашиды. Ол біледі. Ол бізден діни адамдар жасағысы келмейді. Ол бізден өзіне ұқсайтын адамдар жасағысы келеді. Яғни ұл сияқты. Ол құл емес. Ол құл емес. Ол Құдайдың ұлы болғандықтан келіп, бізді құлдықтан алып, ұл деген атақ берді. Амин. Атақ берді. Сондықтан қалай біз, мен, сіз көңіл бөлмейміз осы екі нәрсеге? Кітапты оқуға, және Иса Мәсіхпен қарым-қатынаста болуға. Амин. Осы екі нәрсені ұмытпау керек. Өйткені міне бір қуанышын, тыныштығын жоғалтып жатсың ба? Лезде осы аяттарға жабыс. Яғни Құдайдың сөзіне, және Иса Мәсіхке. Өйткені Иса Мәсіх ол өлімді жеңген, яғни бізге келген, ол сүйеді, ол бізді қатты сүйеді. Бірақ ол сүйгені сонша, ол бізді өзінің сөз арқылы әшкерлеп, үйретеді, өсіреді. Ол қаламайды біздің қалып қалғанымызды. Осылай бір орында, ешқандай өзгеріссіз. Жайт, өзгермей қойшы ретінде. Қуаныш, тыныштығың болмаса, сондай жағдайда қалдырмайды. Құдай саған бізге айтпайды, ой, құтқарыңдар бүкіл әлемді, толтырыңдар адамдар. Жоқ, айтады, қуаныш пен тыныштық бар ма сізде? Сол қуаныш пен тыныштық болмаса, мен саған көмектесем дейді, өзімнің сөзім арқылы көмектесем дейді. Сен ешкімге еш нәрсе дәлдеп керек емес, сенде қуаныш, тыныштық бар екен. Сен Құдайдың сөзіне кенелгеннен кейін, Иса Мәсіхпен қарым-қатынаста болған адамдардың өздері көре бастайды. Келісесіздер ғой? Өздері көре бастайды, айтады, сен басқа адамға ұқсамайсың, сен қайда, кімсің сен?
Мен айттым, мен осылай кітапты оқимын. Кітапты оқисың ба? Иә, ол кітап маған күнде күш береді, жігер береді. Яғни сен неге постоянно сен ашуланбай жүресің, қуанып жүресің? Білмеймін, осы Құдайдың сөзі маған көмектеседі. Кейбір кезде ашуланып қоясың әрине, бірақ енді қайтадан ертең жақсы болып кетесің. Иә, сондай болады, үйде де сондай болып қалады. Бірақ енді мен Құдаймен қарым-қатынасым бар. Мен Құдайды танып білгім келеді. Яғни біз айта алмаймыз, мен Құдайды танып білмеймін. Біз құтқарылдық, бірақ Құдайды танып білу деген ол екінші қадам. Ол өте қиын қадам. Өйткені ол кәдімгі күш салу керек. Адамдар айлап, жылдап дұға етеді Құдайға жақындау үшін. Өйткені Иса сияқты болғысы келеді ғой, әрқайсымыз. Біз болуымыз керек. Біз біреуге, маған, кімге ұқсап керек емес, Құдайға, яғни Иса Мәсіхке ұқсауға күш салуымыз керек. Сол үшін ораза тұтсаң, сен ниетің дұрыс. Сол үшін сен дұға етсең, сен ниетің дұрыс. Сол үшін сен жаңағы қауымға келсең, сен ниетің дұрыс. Ниетің дұрыс. Дұрыс жолдасың, дұрыс бағыттасың. Өйткені сен қуанышпен тынышты өмір сүргің келеді. Аумин. Сондықтан Иса Мәсіх айғышашта бекер өлген жоқ. Ол өліп, қайтадан тірілді. Ол ғана сізге тыныштық пен қуаныш бере алады. Онда ғана сондай билік бар. Сондықтан Иса қастарына келіп, оларға былай деді. Яғни Иса Мәсіх келгенін біз түсінуіміз керек. Оқыңыздаршы, кітапты сол үшін оқыңыздаршы. Иса, сен қайдан келдің? Ой, ашылады анау жаратылыстың басталуынан. Оқисың бұлай кітаптарды. Яғни бір жаңағы мен ізденістемін бе, немесе мен қуаныштың іздеп жүрмін бе деп сұрақ қойсаңыз, егер де сіз кітапты қаза бастасаңыз, яғни оқи бастасаңыз, онда сіз дұрыс жолда келе жатсыз. Егер де мына кітап сізге просто оқыңда келмейді, онда қауіп қатерді жолдасын. Тезірек келу. Өйткені күңкілдеуге, жаңағы қарсы шығуға, өсек айтуға, басқа жаман нәрселердің бәрін істеуге тез істеп қоясың. Тез істеп қоясың. Өйткені сен тура жолда келе жатқан жоқ. Сен айтады, біздің мақсатымыз кітапты оқып, Исаға жақындау, ол жаңағы оның тыныштығына ие болу. Иемденеміз деп айтты ғой, иемденеміз. Яғни соны істегенде ғана біз иемденеміз. Амин. Аллилуйя. Сондықтан Иса Мәсіх өлімнен шынымен тірілді. Бүгіннен бастап жүгірейік өзіміздің бөлмемізге, дұға ететін бөлмемізге. Амин. Соған жеткенше дейін жаңағы сол дәрежеге жеткен, дәреже жаңағы қуаныш пен тыныштық қой. Сол дәрежеге жеткенге дейін біз күш салуымыз керек. Айтады, егер де олай істемесеңдер, пайдасы болмай қалды дейді. Бұлай айтқанда, қараңыздаршы, бауырластар, кім айтып отыр? Ишуа Навин отыр. Ешқандай пайдасы болған жоқ сендердің ана жақтан шыққандарың мына жаққа. 40 жыл бойы просто жүрдіңдер. Сөйтіп айтып отыр ғой. Ешқандай пайдасы жоқ. Түсінікті ме? Ана жақтағы тамақты мына жақта жеп отырсыңдар. Бірақ ешқандай пайдасы жоқ. Ол бізде сондай болмау керек. Аумин. Біз бұрынғы өмірімізден өтіп кеттік, жаңа өмірге өтіп кеттік. Сондықтан Құдайдың сөзі Иса Мәсіх кітапқа жүгіру керек. Ешкімді құтқармай қойыңыз. Сіз арқылы Құдай өзі құтқарады сіздің туған туысқандарыңызды, достарыңызды. Өзі құтқарады. Құдай өзі желді жібереді. Ол өзі бәрін істейді. Ол мен істеймін деп айтады, Иса айтады. Келі рух өзі істейді. Келі рух өзі тірілтеді. Сіз арқылы. Келі рух өзі кәдімдей өзінің жұмысын. Міне өткен жолы міне Ескен деген бауырымыз осы бірге неге барып келдік, Грецияға барып келдік, екеуміз бір бөлмеде жаттық. Соны мен қорылдауымды естіп, соны жаттым. Өте жақсы уақыт болды. Крит деген немене аралда болдық, Титқа жазған. Сол жерде сұрасаңыздар айтады, сондай келудің қатысу, мадақтау бар ғой, 3-4 сағат өтеді, мәсіған кәдімдей кеткін келмейді, сөзіне түсінбейсің, бәрі грекше ғой, бірақ мәсіған жылайсың, қуанасың, и соны кейін болды, енді қазір дұға етеміз дейді. Жаңағы сенушілер ғой, бәрі сенушілер, дұға етеміз дейді. Мәсіған әлі уағыз айтқан жоқ, енді дұға етеміз дейді. Шығарып дұға еткізді, біз дұға етіп,
Біз екеуміз бір тәтені көтердік, неден, коляскадан енді тырысу керек қой қайта бы, өлген адамға былай келіп оқу дұға етуге де болады, қорықпаңыздар. Құдай маған сондай. Енді қайта бы сен тіріле ме, тірілмейтінін қайдан білесің, барып дұға етпейсің ба? Енді мен сөйтіп Құдайдан сұрайтын, қалай вообще адамдар тірілтеді негізінде? Қалай тірілтеді? Енді шынымен тіріліп жатыр ғой адамдар, қалай? Енді бару керек қой бірінші дұға етіп сұрауын көресің. Сөйтіп мына кісі отыр, бүйтіп, содан кейін енді кішкене ақыл менде аз болдыған сияқты, өйткені үлкен помазный адамдар қасынан өтіп кетті, былай. Мен көрдім, қазір мен тұрғызам, короче. Александр, ескендір, Александр жүр екеуміз дұға етеміз. Сіз тұрғыңыз келе ме? Тұрғым келеді дейтін, переводчик арқылы. Тұрсаңыз давай тұрайық кетті. Мен сізге көмектесемін, дұға етемін. Шын, сіз тұрыңыз, аяғыңыз не тұр, былай ұстап, содан кейін бір кезде тұрды. Жүрден, жүрді. Бүйтіп, мәссаған, аллилуйя. Көріп тұрмын, что оның сенімі толық емес та. Содан кейін, маған қазір кішкене бүйтіп тұрды. Мен өзі, өскеменде сондай жағдай болғаны, короче, 8 жыл жатқан адамды тұрғызып, содан кейін қайтан отырып алған коляскасына. Білмеймін енді, қазір енді соған тырысып жатырмын, вообще отырмасын деп. Ана кісі енді аяғым қатты ауырып береді, не істеймін деп. Отыр енді, аяғын қайтан отырғызып, сөйтіп неттік. Тырыстым енді. Хотя бы постарайся деп айтады ғой, Иса Мәсіх. Түсінікті ғой? Бір нәрсеге стараться етіңіздер. Дәрежем осы жерде. И содан кейін бір қыз келді, яғни көрініп тұр. Апарық, мынандай, короче. Осындай. И асқазан ауырады екен. Білмеймін, рак па бірдеме, айтты, кәдімгідей ауру енді, сол көрініп тұр. Содан кейін қолымды қойып мынажеттетіп, қолын қойып, Иса Мәсіхпен жазыл. Ана адам жай жүрмесе жүрмей қойсын, мына адам жазылып кетсінші, короче. Иса ұятқа қалдырмаш, давай. Соны дұға еттік, соны көп адамдар болады. Ертеңде келдік қой. Сол қыз, аумин, сол қыз жазылып кетті ғой. 700 адамның алдына келіп, мен жазылдым дейді. Мен жалдым білмедім, аллилуйя, Құдай рахмет, аллилуйя. Ұятқа қалдырған жоқсың ғой. Енді біз жазбаймыз, Құдай жазады. Бірақ сіз әрекет жасауыңыз керек. Сіз қадам жасауыңыз керек. Бұлай еш нәрсе болмайды. Яғни тыныштық пен қуанышқа да иемдену үшін сіз әрекет жасасаңыз, істесеңіз, яғни ол болады. Барымызға беріледі. Аумин. Барымыз сондайға деңгейге көтеріле берсе, қандай керемет, тұр деп айтпайсың, мадақтай айтпайсың, бәрі мадақтайды, дұға деп айтпайсың, бәрі дұға айтады. Билеме десең, билейді, секір демесең, секіреді бәрі. Неге? Өйткені оның рухы нетіп тұр, жанып тұр. Рух қашан жанады? Өйткені киелі кітапқа көңіл бөлгенде. Рух қашан жанады? Яғни біз Иса Мәсіхпен қарым-қатынаста болғанда. Сондықтан Иса Мәсіх тірілді ғой. Аллилуйя. Иса Мәсіх тірілді. Аллилуйя. Иса Мәсіх тірілді. Амин. Осындай